Сәлем, бүгін мен абстрактный сызықтар арқылы жасалынатын фондарды жасауды көрсетем. Бірнеше түрін көрсетем және оларды пример ретінде қандай фонмен жасауға болады екенін, қай жерде қолдануға болатынын көрсете кетемін. Бірінші, біз свободная кривая таңдаймыз да, произвольный объект сызамыз. Менің кеңесім, мынандай угол болмау керек, сол кезде бізде сызықтарымыз более аккуратный, әдемі көрінеді. Екінші, үлкен сызықты бұған ұқсастырмай істеуге де болады. Одан кейін перетекание таңдаймыз. Перетекание дегеніміз оң жақ менюдің ішінде мына бір төртбұрышын бассаңыз, үшбұрышын, мына жерде перетекание деген сөз тұрады. Енді бұл перетеканияның өзінің начало сызығымыз и конец сызығы болады. Оны егер былай ұстай алмасаңыздар, перетеканияны өзін басамыз, мына жерде начало, выделить начало деген сөз тұр, және қайтып басайық, выделить конец деген сөз тұр. Егер біз осылардың формасын өзгертсек, орнын өзгертсек, форма, біздегі сызықтың формасы да өзгереді. Сызықтардың количествосын да көбейтуге болады. Ол үшін қайтып перетеканияның өзін басамыз. Мына жерде 20 деген тұр. Мына через стрелка арқылы көбейтсек болады, немесе жазуға болады. Мысалы 100, 50 дегендей. Осымен қалайық. Мына жердегі мен өзгертім кеп тұр. Біріншісі. Екіншіге основной фоннан звезда дегенді таңдаймыз. Бұл жерге 5 жұлдыз емес, 6 жұлдыз шағылғым келді. Және мына ұштарын кішірейту керек. Кривойға айналдырамыз. Созданием инструмент формы. Выделяем полностью точки. Нажимаем на первую преобразовать кривую деген басамыз. Одан кейін симметрический узел. Осыны алып үлкенін істейміз. Копировать, ставить үлкені. Мынаның цветін давайте розовый қылайық. Мынасын фиолетовый қыламыз.
перетекание. Бұл жерде де ішіндегі жұлдызшасын немесе сыртқы жұлдызшасын ұстап, суретке форма береміз. Üçüncüге звезда таңдай пока и үшбұрыш қыламыз. Үшіншіге многоугольник үшбұрышты қыламыз. Кривойға айналдырамыз. Ортасындағы бұрыштар бізге керегі жоқ. Выделить етіп аламыз. Бұл жерде окнаға кіресіздер. Окна настройки, углы деген менюны таңдайсыздар. Бұл жерден мынандай меню ашылады. Скругленный крайды таңдаймыз, радиусын береміз. Мұны приблизительно бізге көрсетіп қойған, қандай болатынын. Применить дейміз. Копировать, ставить. Үлкен қылайық. Перетекание. Сыртыңғы бұрышты ұстаймыз. Поворот. Барынша өзімізге ұнаған форманы шығарамыз. Осыдан тағы да фигура шығарайық. Тура осы үшбұрышты төртінші. Шестиугольник. Үшбұрыш. Перетекание.
Свободная форма. Копировать, вставить. Перетекание. Оранжевыйдың формасын өзгертпеуге болады. Копировать, вставить. Перетекание. Основная форма. Жүрек. Копируем, вставляем. Перетекание. Поворот крайнего кривого. Это